Армысыздар, бармысыздар ағайын, Жібек жолы арнасында ел хабары. Ұлы даланың перзенті болу, ол жанның күйі. Ол күй қай ұлттың өкілі екеніңе, нәсілің мен тегіңе, жасың мен жынысыңа қарамайды. Дала тілінде ұғыныс алсаң, ұлы даланың құндылықтары мен дәстүрін дәріптей алсаң, құрметтей білсең, сен де ұлы дала перзентісің. Даланың ұлысың. Экранға назар салайық. Біз бүгін Кеген ауданы Жалаңаш ауылына ұлты неміс Николай Дицель есімді азаматты іздеп келдік. Есіміне қарап, ұлты неміс азаматы қазақтың қарапайым ғана ауылында не істеп жүргенін білу сізге де бізге де қызық. Және де бір қызығы Николай қазақтың төлі спорты көкпар ойынына қызығады. Және де болашақта көкпаршы болуды армандайды. Ендеше біз де дәл осы арманының орындалуына өз үлесімізді қоссақ деп Жалаңаш ауылына ат басын тіредік. Николай Дицель 14 жаста, Қостанай облысында дүниеге келген. Ұлты неміс. Ал нағашыларының ауылы Жалаңашқа Николай небәрі 9 айлығында келген. Сол уақыттан бастап қазақы тәрбиені көріп, қарапайым ауылдың тұрмыс салтына бейімделген. Нағаш атасы 6 жасынан атқа мінгізіп, түрлі шеберлік бұйымдарды жасап үйреткен. Николайдың көкпар ойынына қызығушылығының артуына себепкер болған жан атасы. Жасөспірімнің ендігі арманы көкпаршы атану. Бәрекелді, олай болса осы кейіпкеріміз Николай Дицельді қошеметпен ортаға шақырамыз. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Николай сен ғой? Иә. Бәрекелді. Қасына ерік белген? Ернар. Ернар батыр. Төрлетіңіздер. Ал ассалаумағалейкум батырлар. Не деп жауап береді? Алейкум. Бәрекелді. Сен не дейміз? Коля дейміз ба? Жоқ, қазақша атың бар ма? Нұрсұлтан. Нұрсұлтан? Бәрекелді. Қошемет. Ұлтың немісі? Неміс. Бірақ қазақ болып кетіпсің. Жаныңда қазақ, өзіңде қазақ, көзіңде қазақ. Баяғы қазақтар көк көз болды деп айтқан сайын қуанатын шығарсың, Ал, енді Қазақстанда туғансың, Иә. Атанан Қазақстанға қай жылдар көшіп келген, әлде ата әжелерің келген бе мұнда? Жоқ, мен Қостанайда туғам. Бір жасымда осы Жалаңашқа келдім, нағашыларым қолына. Содан бері Жалаңашта тұрам. Жақсы үй киіз үйді айтады. Ағашынан жақсы жігіт нағашыдан деген сөз бар. Яғни нағашыларының қолында тәлім алдың, бүкіл жаңағы қазақтың салт дәстүріне, ұстанымына, болмысына нағашыларың үйретті ма сонда? Иә, нағашылар. Ал атқа мінуді қай кезде үйрендің? 6 жасымда атам атқа қондырған мені. Нағашыларың аты кім? Шақашев Нұркен. Нұркен атамызға зор алғыс. Мынандай азаматты тәрбиелеп, ат құлағында ойнайтын. Оқыс саған қасқырдың жүрегін жегізген дей ме? Иә. Не дейді? Жей алдың ба? Жедім. Кішкентай болдым. Сонда? Кішкентай болдым. Кішкентай кезінде? Иә, кішкентай кезінде. Қасқырдың жүрегін әкеп берді. Жедім. Пісіріп жедің бе, шикідей жедің бе? Пісіріп. Бәрекелді. Ол оқиғасын айтып берейін. Ал, Ернардан айтшы. Атасы аңға шығып, аңға шыққан кезде бір қасқыр атып алған екен. Сонда бір қариялар айтыпты, мына қасқырдың жүрегін немерелеріңе берсең, қасқыр жүректі сондай бір батыр өсіп шығады деп. Содан бүкіл немересін жинап, атасы жаңағы ет жүрегін пісіріп, қасқырдың бірнеше рет қайнатып, немерелердің алдына берген кезде ешқайсы жемей қойыпты. Осы Николай барып жармасып, сол ет қасқырдың жүрегін жеген екен. Содан осы жігітке қасқыр жүректі деп өздері отбасында сондай ат беріп. Жүрек жұтқан біздің Нұрсұлтанымызға қол шапалақ құрмет көрсетейік. Ал, батыр, қазақшаны қалай үйреніп алдың? Қостанайдан Жалаңашқа көшіп келдік қой. Иә. Сол бір жасымнан нағашыларым қолында болған соң, жаңағы нағашыларым қазақ қой енді. Содан үйрендім. Әкең таза неміс? Иә. Әкең аты кім? Ваня. Ваня? Иә. Өзің Ваня дей бересің ба? Жоқ, папа дейм. Анашыңның аты кім? Динара. Динара. Бәрекелді. Достарың енді Жалаңашта жүргеннен кейін енді қазақ қой.
Иә. Түгел қазақ. Түгел қазақ. Баста жаңағы енді бірақ 1 жасынан бастап сөйлеп кеткен балаға сіңісіп кету оңай ғой. Бірақ түрің бөлек. Иә. Бұлай қазақ болып кеткен негізінде. Негізінде бірақ баста жаңағы түріңе байланысты кемсітушілер, тиісушілер болған жоқ па? Ондай жоқ. Енді қасқыр жүректі жігітке кім біреу бірдеңе айта алады дейсің, Бәрекелді. Мына ата-анада Ваня мен Динарадан қанша бала тарайды? Туған қарындасым бар. Қалған мамам жағынан бауырлардың баласы бар үйде. Туған қарындасың аты кім? Аделина. Аделина. Ол да сен секілді ме? Иә. Қазақша? Қазақша. Ай, бәрекелді. Енді есіңе түсірші, ең алғаш үйренген қазақша сөзің қандай еді? Ең алғаш есіме түспей тұр. Есіңе түспей тұр. Әйтеуір қазақ болғалы мен де қазақшамын дейсің ғой. Ең алғашында біздің Нұрсұлтанымыз, Николайымыз орыс мектебіне берілген екен, бірақ кейіннің өзінің қалауымен қазақ сыныбына ауысқан екен. Жарайсың. Неге қазақшаға ауысуға не түртпек болды? Орыс мектебінде оқыдым басында. Сон қазақ мектебіне ауыстым. Жамал Эрмекеев атындағы мектебіне. 2-ші класста. 2-ші сыныпта. Иә. Содан оқып келе жатырмын қазақ мектебінде әлі. Орысша сөйлей аласың ба? Орысша сөйлей алам, былай түсінем, бірақ сөйлемеген соң бір. Иә, ақырын қалады дейсің, көмескіленіп. Немісше? Немісше сөйлей алмаймын. Сөйлей алмайсың? Сөйлей алмаймын. Ернар ағаң ба, бауырың ба жетекшілік етіп жүр екен? Иә. Неден жетекшілік етіп жүр? Өзім айта кетейін онда. Николай аяқ асты жолықты. Жаңағы мен өзім Тоғызбұлақ деген ауыл бар, Жалаңаштың жанында. Жаңа Николайдың ауылы. Ауылыма кетіп баратқанда балалар көкпар тартып жүр екен. Бір қызығы бұл балалар көкпарды кілең жасөспірімдер байқасам 14-15 жастағы балалар. Кейін жандарына тоқтап едім, бір 2-3 бала кеп су сұрады. Мен сурет түсіретін әдетім бар. Арасында көшеде жолыққан адамдарды, ауылда жолыққан адамдарды суретке түсірем. Сөйтіп бала бірден көзге түсті. Кеш саған фотосессия жасап жіберейік деп. Атын сұрасам Николаймын дейді. Түрі өзі кішкене бөлектеніп тұрғаннан кейін атын сұрай сағам. Ұлтың кім деп еді, неміс деді. Сөйтіп фотосессия жасадық, соны интернетке салып еді, қатты тарап кетті ол видео. Иә, естеріңізге сала кетейік. Жалаңаш ауылында осы Ернар Алмабек, фотограф. О, батыр, атың кім? Николай. Ұлтың кім? Неміс. Осы ауылдың баласың ба? Иә. Осылай басталған диалог жаңағы әлеуметтік желіде кең тарап, бірақ күнде осы Николайды қазақ даласына танымал етіп, желідегі жұлдыз болып шыға келдің. Қалай әсер етті өзіңе? Өзіме басында видеоны салды ғой, байқалмады өзіме. Соң кәдімгідей жаңағындай телеарналарға шақырып неткеннен өзіме бір не болды ше жаңағы. Қызық бір жағынан. Бір жағынан қызық, иә. Сосын? Сондай. Енді одан кейін сол әке-шешесі айтты, енді сен өзің видеоны шығарып баламызды танымал еткен екенсің, онда жанында жүр. Жаңағыдай арғатай қаланың өмірін көрсет, телевидениеға шықса жанынан қалма деп, сонымен жанында жүрген жайымыз бар. Өткен жексенбіде ауылға барып қайттық. Үлкен балалардан сұраймын. Бәрі айтып отыр, Николайдың көкпар тартысы да өзгерген дейді да сол видеодан кейін. Өзіне деген жаңағы жауапкершілікті сезінсе керек. Топтың ортасына қорықпай кіріп, жерден іліп алып, жаңа әдістерді үйреніп, сол құмарлығы ашылып жатыр дейді көкпарға. Бәрекелді. Одан сайын арғатай көкпарды қусақ. Ернаржан, біздің бүгінгі тақырыбымыз перзентің біз, кең дала. Бәріміз далада өстік, даланы ойлаймыз, қимаймыз. Қазақтың кең даласының төсінде ат құлағында ойнап жүру қазір мынау жаһандану заманында интернеттің өмірімізге етене араласып дендек кеткен заманында сен секілді азаматтар сирек, өз тіпті қара көздеріміздің арасында. Сен енді көкпаршысың. Иә. Солай айтуға болады? Болады. Қанша салым салып жүрсің? Салым былай балалар арасында жаңағындай дайындық болады ғой. Сол кезде муляжбен нетіп ойнаймыз да. Иә. Ал былай бізде көп болмайды андай үлкен көкпар, жаппай көкпар дейді ғой. Сон енді үлкен ағалар болған соң аттар да үлкен, біздікі енді кішірек қой енді. Иә, құнан, топтың арасына кіресің енді.
жаңағындай Иә. тақымға басуын басасың, бірақ Жылы болады дейсің ғой. атың жарамайды ғой. Ат жарамайды, Ат білек жарамайды. жарамайды әзірше, иә? Жарайды. Ал неше жасыңнан жарайды? 6 жасыңнан атқа қондың. Иә. Көкпарды нешеде бастадың? Көкпарды осы 2021-дің басынан ғой. 2021 жақында ғана Иә. 1-2 жылдың көлемі болыпты. Иә, болды. Бәрекелді. Әлі алар талай көкпарың алдыда деген үміттеміз. Аттарың бар ма өзіңнің? Бар. Қанша атың бар? 2 ат бар. Екеуі де көкпар ат, иә? Жоқ, біреу ғана. Біреуі ғана. И то оның дөнен шығар, кішкентай да. Дөнен шығар. Бұйырса 5-ті болған кезде көрсетем дейсің ғой. Анық бабына келген кезде сен де білегің толысып, қарымың, құлашың қатайған кезде талай көкпарды тақымыңа басам деп отырсың ғой. Көбінесе көкпаршылар өздерінің аттарына мына бір керемет асыл қазынасындай қарайды. Иә. Өзінен гөрі атқа көп көңіл бөледі. Сенде қалай? Менде де Атыңның аты бар ма? бар ғой. Не? Міне жүрген атынан неге түстік қой, фотосессияға. Иә. Құлагер оның аты. Құлагер, пақ шіркін. Аханның құлагерін қойған екесің. Екінші атың? Ол Тайбұрыл. Тайбұрыл не деген? Мына біздің жалпы жастар көбінесе енді өнеге үлгі болатын істі көрсетіп отыр біздің Нұрсұлтанымыз. Арамызда көкпаршы атаң отыр мінекей. Көкпаршы азаматтар осы кісінің алдынан өтіп, осы кісінің батасын алып жүреді. Аға, сіз не айтасыз? Ассалаумағалейкум, құрметті қауым. Осындай сіздерге, осындай перзентіңіз кең дала деген бағдарламаның арқасында осындай Николай сияқты, Нұрсұлтан сияқты баламызды тауып отырғанымызға мен өзім өте қуаныштымын. Өйткені қазір сөйлеген сөзі және қысқа ғана жаңағы видеоны көріп отырған кезде оның атқа отырысы және енді былай дене бітімінің өзі сол көкпаршақ келіп отыр. Және мұны сөйлеген сөзі қарасаңыз қандай жаңағы тартымды, сонда атқа деген жақын. Мен енді көріп тұрмын, анау рас па өтірік па киіп тұрған футболкасының алдына қазақ деп жазып қойыпты. Бәрекелді. Көзіңіз алдап тұрған жоқ. Енді дұрыс. Енді Николайға не айтамын? Нұрсұлтан, айналайын, сен мына біздің Алматы облысының ұлттық және ат спорты дамыту орталығы дирекциясы бар. Соған осыдан шыққаннан кейін қазір телефон бәріміз екеуміз телефонда біріміз жазып аламыз. Және ертеңнен бастап қандай документ керек екендігін сіздерге енді мен сөз берем. Құдай қаласа 1-2 жылдың ішінде осы жылға егер де әкесі, шешесі, мынау жанында отырған ағасы маған мысалы рұқсат берсе, ел чемпионатында жасөспірімдерге өзім туған жері Қостанайға болады, Қостанайға алып барам. Ай, бәрекелді. Міне елдің алдында дербес адам қандай. Және айтайын деп отырғаным, және саған бір еліктейтін үлкен басқа ұлттың, және біреу неміс. Астанада, Ақмола облысында кил деген жігіт бар, неміс жігіті. Сол да значит көкпар тартады. Екінші Александр Попенко деген Азия чемпион болған, әлем чемпионы болған, әлгі заслуженный мастер спорт дейді ғой көкпардан. Міне сондай Алла қалап өзің еңбегіңнің арқасында, осындай талантының арқасында, аттың арқасында, қазақтың осындай тілегінің арқасында балам сен жоғарыдан көруге Алла нәсіп етсін. Бәрекелді. Атаңның лебізін, батасын естідің. Қазірден бастап немен айналыса берсін? Бір аталық кеңесіңізді шүріп енді қазірден бастап сен өзің мынау мысалы білектің күші ғой, білектің күші және атпан шауып келіп, жаңағы өзің іліп жүрген муляжды шауып келіп біліп, анау серкені салатын мәре бар. Сол мәренің диаметрі 3 метр. Соған шауып келіп балам таста, үйрен. Бізде үлкен сбор болады, оқу жаттығу жиыны болады. Сол жиынға тоже алып барам, көресің өзің, араластырасың. Жақсылап тұр бір күшті шабандоз ағаларың бар. Соны жаныңа бекітіп берем, соның айтқанын істейсің. Тек қана ақ жол балам. Ай, бәрекелді. Рахмет. Даңғыл жол ашылғандай маған көрініп тұр. Енді атаң айтқан сөзінде тұрады. Ел ақсақалы, ел танитын, ел құрметтейтін, етегінен жабыс айырылма. Арамызда Елзат Мұқаш отыр.
Азамат қазақ тілінің жанашыры, қазақ тілінің мәселесін жерлерде, әлеуметтік желіде де, жүрген жерінде де көтеріп жүретін азамат. Қарап отырып, не айтасыз? Армысыздар. Шақырғандарыңызға біріншіден рахмет айтқым келіп отыр. Екіншіден, мынау Нұрсұлтан бауырымызға айтқым келетіні, тілегім келетіні. Біріншіден, әр саладан осындай азаматтар шығып, соны дамытып, насихаттап жүргеніне риза болып отырмын. Екіншіден, жаңағы TikTok желісінде миллиондаған просмотр жинап, ары қарай сол блогер болып кетпейтініне сенімді болдым. Жаңа сахнадан, жаңа студиядан сыртында сөйлескен кезде байқағаным, ол өз ісін, яғни көкпарды жақсы көретінін байқадым. Соны ары қарай дамытып, керемет насихаттайтынына да көзім жетті. Сөйлеуі қалай? Сөйлеуі де керемет. Қазақшасы көрініп тұр. Іші, жан дүниесі қазақ болып тұрған жігіт екені көрініп тұр. Бәрекелді. Енді осы ретте... Сосын жаңа Ернар ең басты жерін айтпай кетіпті, қалай танысқанын. Ол жерде жаңа көкпар тартып жатқан кезде жай ғана біреу ұйымдастырып берген емес. Араларында достарының біреуінің туған күнді солай тойлап жүр екен. Сол да мені бір тәнті қылып, не қылды? Қандай керемет, туған күнді тойлаудың жаңа бір үрдісі, салты, соншама ат тауып, бәрін атқа қондырып, ортаға серкені шығарып қойып, ал бүгін менің туған күнім тартайық көкпар деген мүлде бөлек дүние. Жарайсың, азамат. Ал енді, Нұрсұлтанжан, жалпы көкпар кәсіп емес қой, көкпармен жан бағуға бола ма дербес ата? Енді қазір мысалы мынау мен сізге айтайын, мен негізінде осы көкпарда сол 2001-ден бері бірінші чемпионат, ел чемпионатына жаңағы жігіттер дайындап апарып жүрмін. Міне содан бері жүрген жігіттер семьясын бағып, дүние тауып, ақша тауып, өткені бір салым, мысалы мына Түркістан облысында Қошқар деген палуан бар. Атышулы Қошқар. Атышулы Қошқар деген. Мысалы сол кісі, сол жігіт палуанымыз жаңағыда салымды салған кезде бір КамАЗға салған малдары сыймай қалған. Бәрекелді. Міне көрдіңіз, бір көкпарда. Енді сондай семьясын асырап жүрген жігіттер бізде өте көп. Яғни кәсіп қылуға болады дейсіз. Болады. Ал Нұрсұлтанның өзінен сұрайық, сен болашақта кім болғың келеді? Кәсіби көкпаршы болғым келеді. Кәсіби көкпаршы. Бәрекелді. Дегеніңе жет. Қазақтың ат спортын, әсіресе көкпар спортын дамытуға қосар үлесің зор болсын, айналайын. Көп жаса. Аға, қазір көкпар жерлерде жақсы дамып кетті. Бәйге ол бұрыннан өзінің орны бар. Бізде аударыспақ, теңге ілу, жамбы ату аттың үстінде келе жатып, осы спорт түрлері бір кенже қалып жатқан секілді көрінеді. Ұлттық құндылығымыз сол аттан басталады ғой. Ең бірінші бұл жаңағы Нұрсұлтан баламызға айтайын деп отырғаным, бұған аттың үстінде ұлы отырады, уже білет, көкпар тартуды білет. Енді тек қана әлгі әдіс айлалары бар ғой. Ол соны білсең болды. Мысалы, бұрын біздің орталықтың өзінде, жаңа дамыту орталығында, бұрын 4-ақ спорт етіп тұратын. Көкпар, аударыспақ, теңгелу, жамбы ату. Қазір 11 түрі. Оның ішінде жаңағы дәстүрлі садағыңыз, тоғызқұмалақ, асық ату, жекпе-жек. Кеше ғана осы жекпе-жекте Шымкент қаласында ел чемпионаты өтті. Сонда да біздің 3 жігітіміз чемпион болып келді. Осыны табыстар көп. Қазіргі уақытта командалық көкпарда, рахмет, командалық көкпарда дамуы өте қазір жоғары. Өйткені осы биыл, Құдай қаласа, Алла қаласа, мына біздің ипподромда, Атшабарда Азия чемпионаты жастар арасында өтеді. Бәрекелді. Иван ағамыз, Николайдың әкесі. Өз айтады, мен атқа мүлде қызықпаймын дейді да. Ол кісі темір тұлпарға қызығады екен, жаңағы машинаны шашып қайтадан жинай салам дейді да, бір сәтте. Атқа 1-2 рет мініп көрдім, одан кейін жоқ, бұл менікі емес деп. Мынаған қайдан жұққанын білмеймін деп өткенде таңғалып жатыр. Бірақ сол кісінің айтқаны бар, Құдайға шүкір дейді, балам жаңа көшеде қаңғып жүрген жоқ, демалыс сайын осылай көкпар тартады дейді да. Оған бір себеп, жаңағы ауылдың үлкендері, 20-дан асқан, 30-ға жақын сондай бір жігіттер кәдімгі осыны ұйымдастырады екен. Жастар арасында, оқушылар арасында жүріндер көкпар тартайық. Енді оларға да жаңағы өздері тартып жүргеннен кейін арттарынан ізбасар керек қой. Осындай ауылдағы балаларды тартып, жинап, демалыс сайын ауылда көкпар ұйымдастырады. Енді көкпарды көтеру үшін де сол
ұлттық спорт көтеру үшін де осындай балаларды кішкентайынан баулу керек шығар деген ойдамын. Рахмет, Ернаржан. Дұрыс. Арма қазақ елі, осы бағдарламаға қатысып отырғаныма өте қуаныштымын. Жаңа ғана бауырымыз айтты, атың дұрыс болмай жүр. Иә, соны айтты ғой бауырымыз. Сондықтан да біз енді мына Қазақстан Халқы Ассамблеясының атынан мына этно мәдени орталықтармен бірлесе отырып, бізге енді осындай мүмкіндік түсіп отыр, бір ат сыйлайсақ деп. Ой, бәрекелді. Қайырлы құтты болсын. Ал, атаңа барда, ағаңа барда, қолын ал, рахметіңді айт. Аяқ асты олжалы болып қалды ғой міне. Бүгінгі салымның атасы осы болды. Мінекей, ағаңа зор рахмет. Сен түсінбей тұрсың әлі, аңтаңсың. Астыңдан қас тұлпарың бар енді. Жаңа өзің ақырын айтып қалдың ғой, менің атым дөмен болып тұр, жас болып тұр, топқа кіруге қазір қорқып тұрмын. Міне, астыңа. Енді Алла қаласа, маңдай бауырымыз осындай неге бағдарламаның алдында, осындай жас шабамызға бұлай поддержка жасап, кішкене демеп, жаңа көтеріп, көңілін көтеріп отырған бауырым. Саған рахмет, Алла разы болсын. Енді ағаң телефонын алып ал, қай жерден атты қалатынды қалма. Рахмет саған. Бәрекелді. Көп жаса, айналайын. Рахмет. Міне, қазақтың мәрттігі, жомарттығы осындайда көрінсе керек. Қандай тамаша? Мен ойлаған жоқпын, мен күткен жоқпын, ешкім күткен жоқ шығар. Астына ат бере салды. Отбасымда ешкім қазақша сөйлемейді, сол себептен өзіме қиын болды. Тіл үйренудің оңай жолын меңгердің ба? Жоқ, қиын жолдардан да өткен болатын. Қазақпен сөйлескен кезде орысша ойлаймын да, қазақшаға аударам. Орыстармен сөйлескен кезде керісінше қазақша ойлаймын да, орысшаға аударам да, солай. Орыс тілінде сөйлесек білімдірек көрінем деген нәрсе бар. Ал мысалы ағылшынша сөйлесең, орысша сөйлесең, олар неге таң қалмайды? Өйткені олар өзінің тілінің деңгейін білетін шығар деп ойлаймын. Қазақ елінде туып өскен біздің келесі кейіпкеріміз Украин қызы Ариана. Қазақ тілінде сөйлеп қана қоймай, өзгелерге де ана тілімізді үйретіп жүрген Ариана қызымызды ортаға шақырмас бұрын экранға назар салсақ. Әпке, ол, қыз, ағылшын, түркін. Украин қызы Ариана қазақ тілінде еркін сөйлейді. Оның ана тілге деген құрметімен құштарлығы бала күнінен бастау алды. Ариана бүгінде қоғамдық жұмыстардың, түрлі жобалардың бел ортасында жүреді. Сондай-ақ ізгілікке жанды құмар бой жеткен қайырымдылық іспен де айналысады. Қазіргі таңда Қазақстан Ресей медициналық университетінде білім аламын, 3-ші курс студентімін. Жалпы бізде сөйле проекті негізгі мақсатымыз ол мемлекеттік тілді дамыту болып табылады. Және осы жас аралығында ешқандай шектеулік қоймаймыз. Кез келген адам келе алады. Және қазақ тілін жартылай да білетіндер де келіп жүр. Вообще білмейтіндер де ондайға қарамаймыз. Керісінше бір ең бастысы адамда ниет болса, біз қабылдаймыз оларды. Көмектесеміз сол мемлекеттік тілді дамытуға. Ортаға Ариана Белобижскаяны шақырамыз. Қошеметпен қарсылайық. Қош келдің. Сәлематсың ба? Түрлі тоғой. Шабандоздың қасына отыра қал Ариана жан. Ариана, қарындасым, есімің қандай әдемі? Рахмет. Кім қойды есіміңді? Есімімді әжем қойған болатын. Мағынасы святая деген нәрсені білдіреді. Қасиетті. Қасиетті. Қасиетіңнен айырылмай айналайын. Қазақ тілінде таза сөйлейді екенсің. Тіл үйренудің оңай жолын меңгердің ба? Жоқ, қиын жолдардан да өткен болатын. Осы мектеп кезінде әсіресе негізі мені балабақшаға апарған кезде орыс балабақшасында орын болмаған соң қазақ балабақшасына берген болатын. Сол кезден бастап осы мектеп кезінде бір қиындықтар туды. Себебі отбасымда ешкім қазақша сөйлемейді, түсінбейді. Сол себептен өзіме қиын болды. Репетиторлар жалдап, солай мектеп шағым өтіп кетті. Бәрекелді. Ал енді өзіңнің ана тілің, яғни орыс тілі ғой. Жалпы бізде
Қай тілде ойлайсың деген сөз бар. Қазақпен сөйлескен кезде орысша ойлаймын да, қазақшаға аударам. Орыстармен сөйлескен кезде керісінше қазақша ойлаймын да, орысшаға аударам да, солай. Бәрекелді. Саған таңғалғандар немесе бұл ортада неғып жүрсің деп шеттеткендер болды ма? Иә, сол неғып жүрсің деген кезде мектеп кезінде ғой, сол бар қызықтың бәрі сол мектеп кезінде болған ғой. Әсіресе кішкентай бірінші, екінші сыныптың оқушылары келіп, сөйтіп шеттесіп жүрген. Сондай сәттер, моменттер болды дейсің. Көп болды. Жалпы адамның тілімен бірге ең бірінші тіл өзгергеннен кейін оның ортасы өзгереді. Сол тілде сөйлейтін ортаға келесің. Ол орта адамның мінез құлқын өзгертеді. Бұрын қандай едің, қазір қандайсың? Бұрын дегенде негізі кішкентай кезімнен бастап осы қазақи ортада өсіп келген қызмын ғой. Сол үшін ондай бұрын қазір дегенге ондай онша байқалмайды дейсің ғой. Байқалмайды. Сол қазақи ортада өсіп келген соң, бірақ қазақтың қызы болып кеттім ғой өзім. Бәрекелді. Енді сенің жаңағы репетиторлығыңа келсек, сол туралы толық айтып берсең. Енді ол туралы, мысалы, ол сабаққа байланысты ғой. Менің осы көршіміз бар, біздің қасымызда тұрады. Сол кісі, мысалы, мен сол математика сабағын қарауға келсе, ол жақта бәрі қазақша жазылып тұрады ғой. Сол кезде енді мен де аударуға да қиналып кетемін да, сөйтіп сол үшін біз репетиторларды жалдап, сөйтіп сабаққа оңай болсын деп, сабақты түсіндіру оңай болсын деп, сол үшін жалдаған болатынбыз. Бәрекелді. Ариана қазақ тілін өзі біліп қана қоймай, сөйле атты жобасында волонтер, яғни ерікті екен. Көмекші тренер ретінде де жүреді екенсің. Бұл жоба осындай өзге ұлт өкілдеріне қазақ тілін үйретеді. Солай ғой? Иә. Тілді білгеннен кейін сен етене жақын біздің төл әдебиетімізді оқи бастадың, түсіне бастадың. Қазақтың болмысын одан әрмен түсіне білдің ба? Иә, түсіне білдім. Жалпы не нәрсе қызықтырды мына ұлттың болмысында, қазақ ұлтының болмысында? Қандай өзгешелік бар екен, мысалға өз жұртыңнан? Бізде енді қазақ халқы өте сондай мейірімді, қонақ жайлы халықтың бірі ғой. Сонысымен қоғамдық көлікте жүрсің, кейде бір мына сені енді түрің таза орыс болғаннан кейін мынау қазақша түсінбейді деп неше түрлі сөздерді айтып жатқанның бәрін ұғып тұрасың. Ауыр тимей ма? Жоқ, керісінше қызық қой. Ақырын тыңдап тұра беремін дейсің ғой, иә? Иә, ондай жағдайларда басымнан өтті, көп өтті. Осы бір мектеп кезінде де сол транспортта жүрсең, бір далада жүрсең, бір бүйтіп қарап қойған кезде осындай жағдайлар орын алған. Сол кезде тыныш ештеңе айтпай, соңында бір айтып қалам, жауап бере алам, маған қатысты болса. Сөйтіп, соңына дейін тыңдап отырам, ештеңе айтпай, сөйтіп, сонысымен қызық қой. Әйтпесе ортасында үзіліп қалса қызығы кетіп қалатын сияқты. Мәні де мағынасы да кетеді дейсің ғой. Түсінбей қаласың ғой. Бәрекелді. Қоғамдық істерге белсенді екенсің. Қандай нақты жобалармен айналысасың? Бізде жалпы мен осы жастар қанатының белсендісімін. Ол жерде көптеген... Жастар қанаты? Иә, жастар қанаты. Аманат партиясының жанындағы жастар рухы, жастар қанатының белсендісімін. Сол жерде бізде қазіргі таңда көптеген жобалар іске жүзіп келеді. Осы нақтырақ айтқанда өзім тазалайық экологиялық жобасына қатыстым. Сонымен қатар осы менің елім, менің туым атты жоба бар. Және осы мен жақсы көретін жобалардың бірі, осы менің елім, менің тілім атты жобасының аясында сөйле атты жоба. Бәрекелді. Қазақ тілін үйренгісі келетіндер көп пе? Иә, өте көп. Кімдер көбінесе? Көбінесе сол үлкен кісілер. Жоқ, ұлттары. Ұлттары ма? Ұлттары орыс кісілер. Қазақтар да келеді бізге. Қазақтар да келеді? Иә, қазақтар да келеді. Қазақтар келіп, маған тіл үйрететін орыс па деп бұрылып кетіп қалған кез болған жоқ па? Керісінше оларға бір мотивация ғой, менің ойымша. Бәрекелді. Елзат? Мен Арианаға деген сұрақ емес, бір ой туындап тұр да менде. Өкінішке орай, біз осындай жағдайдамыз да, қазақ халқы. Басқа ұлт сөйлесе қуанатын. Мен бір арманым бар да осындай шақтан өтіп, Құдай қалап,
мысалы келтіретін болсақ, Францияда жүрген кезде сен французша сөйлесең, қазақсың ба, кәріссің, ешкім таңғалмайды. Таңғалмайды. Сондай жағдайға тезірек жетсек екен деген бір ой, арман қазір келіп отыр да өзіме. Менің көкейімдегі ойымдағы сөзді қозғап отырсың, шында да бұл кіріптарлық мәселесі. Бұл біздің тіліміздің қазіргі жағдайының көрінісі. Шында да оның бәрі меніңше бар ғой, қазақтардың өзінің тілінен, өзінің жаңағы мәдениетінен ұялатындай бар. Мойындау керек ол жерде. Былайынан орыс тілінде сөйлесек білімдірек көрінем деген нәрсе бар. Жаңағы қазақи шапанды киіп жүрсем қалып кеттім деген сияқты заманауилықтан. Соның бәрінің әсері деп ойлаймын осы нәрсе. Бәлкім, бірақ енді соның барлығын теріске шығарып жүрген Ариана жүр міне ортамызда. Осындай кісілерге үлкен рахметімізді айтқымыз келеді. Нұрсұлтан батырымыз отыр. Рас. Шынымен де жаңағы Елзат бауырымыздың айтқан сөзінде жан бар. Бұны негізінде әр саналы қазақ ойлай жүргені дұрыс. Біз бұндай өзге ұлт өкілдері қазақша сөйлегенде не үшін таңғаламыз, не үшін олар төбемізге көтереміз? Өйткені керісінше біздің қазақ тілінің құндылығы өте жоғары. Оны кез келген адам сөйлей алмайды. Тіпті өзіміздің де жасыратын түгі жоқ. Жаңадан бері айтып жатыр ғой, өзіміздің де қазақ азаматтар дұрыс сөйлеу білмейді. Керісінше біздің қазақ тілінің құндылығы жоғары болғаннан кейін, оны үйрену қиын болғаннан кейін, осындай өзге ұлт өкілдері біздің қазақ тілінде сөйлеген кезде біз қуанамыз. Мысалы ағылшынша сөйлесең, орысша сөйлесең, олар неге таңғалмайды? Өйткені олар өзінің тілінің деңгейін білетін шығар деп ойлаймын. Сол үшін таңғалмайтын шығар деп ойлаймын. Менің өзім ойым осындай. Мен біздің осы қасиет деп айта берейін, атыңыздың қазақша мағынасы қасиет екен. Қасиетке қарап, Қадыр Мырзалиннің керемет өлең жолы еріксіз еске түсіп тұр. Ана тілің арың бұл, ұятың боп тұр бетте. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте дейді. Біздің осы елде өзінің тілінде жетік сөйлей алса да, біздің тілімізді құрметтеп отырған қарындасымызға және де біздің мына жиенге бір қошемет соқып қойыңыздар. Көп рахмет сіздерге. Иә, дұрыс. Туған жерге тағзым ретінде бір енді осы жердің ауасын жұтып суын ішіп жүргеннен кейін көрсетілген құрмет деп ұғайық. Елзаттың да сөз пікірінің жаны бар, сіздің де пікіріңіздің орайлы тұсы көп. Біз былай істесек қайтеді? Ұлт болып ұйысып, бәлкім келешекте 60-70 миллион болып, бірыңғай барлығы қазақ тілінде сөйлеп, іс қағаздардың барлығы қазақша сөйлеп жүргеннің өзінде шеттен келіп біреу қазақша сөйлеп жүрсе, пақ шіркін, мынау үйреніп апты деп қуанышымыз сол кезге дейін жалғаса берсін. Оны жаңағы негативті жағын қарамайық. Осылай біз тілімізді тұғырға қондыратын шығармыз. Енді қасиет айналайын. Қасиет деген қандай керемет, болашағыңды қазақ отбасында көре аласың ба? Көре алам. Көре аласың, Қандай жақсы. Яғни қазақ жігітіне ұсыныс түссе тұрмысқа шыға аласың. Ол да бір жиі кездесетін сұрақтардың бірі. Бәрекелді. Яғни дайынсың. Әрине. Бәрекелді. Ешқандай қиыншылық жоқ екен, ешқандай тежеу шектеу жоқ екен. Бақытыңды тап айналайын. Біздің Ариана қызымыз қазақ тілін көсегесін көгертем деп кәдімгі ат салысып жүрген қызымыз. Ортамызда біздің мәрт азамат Расул Ахметов бауырымыз отыр. Расулжан, жаңағы біздің алыстан ат терлетіп келген Жетісудың шабандозы Нұрсұлтанға мінгізген атың өзіңе еселеп қайтсын, өзіңе де 1000 мәрте рахмет, зор алғыс, елдің атынан, халықтың алдынан бір қошемет шапалақ. Расул, бағана сіз сөйлеген жоқсыз. Сіз мәрттігіңізді көрсеттіңіз, жомарттығыңызды көрсеттіңіз. Енді осы екі азаматқа қарап отырып, қандай ой түйдіңіз? Осында отырып, осы біздің бауырларымыздан, осындай сіңлімізден, ол біз үшін өте қуанышты деп айта аламын. Енді біз Қазақстан Халқы Ассамблеясында осындай сессиялар өткізгенде, мүмкін білетін шығарсыздар, өзге ұлт өкілдері келіп қатысып, қазақша сөйлеп, сол біздің Максим Споткай деген бауырымыз, ол сөйлеген кезде бір сессияда айтты, осы қатысқандарға қазақ тілінде проблема деген сөз жоқ деді. Мәселе это вопрос деді.
Қиындық — это сложность. Проблема сөз деген жоқ дейді қазақ тілінде. Мен де ол сөзге шын айтсам қатысам, и осы жастарға қарап отырып, мен шын мәнінде де осы қазақ тілінде меңгеруді, қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейтуде ешқандай проблема жоқ. Оны нақты көріп отырмыз бүгін. Үлкен рахмет сізге. Әрине, сіздерді қолдау керек, көмектесу керек, и осындай үлгіді бүкіл Қазақстанға таныту керек деп ойлаймын. Рахмет. Бәрекелді. Расулжан, өзіңнің ұлтың? Түрік. Ай, бәрекелді. Мінекей, түрік бар, неміс бар, қазақ бар, орыс бар, украин бар, басқа қаншама осы бір шаңырақтың астында отырған жандар, үлгі аларлық адамдар міне ортамызда отыр екен. Рахмет. Жалпы өзіңізді қазақпын деп есептейсіз бе? Мен қазақтың келінімін. Идеологияға үлкен үлес қосып жатқан азаматтар. Осындай қазақтың кішкентай нәрестелерін, қазақтың қасиетті домбырасына үйреткеніңіз еңбегіңіз жана берсін. Біріншіден, меніңше бір еліктеуді қою керек. Яғни өзіміздің жаңа айтып кеткенде ата бабамыздың қалдырып кеткен мұрасы жеткілікті. Қадірлі студия қонақтары, құрметті телекөрермендер, біздің келесі кейіпкеріміз мына біздің Нұрсұлтан ненің арқасында осыншама қазақ болып кетті? Бірінші, нағашы ата әженің тәрбиесі. Екінші, кең даладағы салқар, даладағы мынау шабыс, аттың арыны, көкпар бұның жанына кірді. Ариана өзі тілді меңгеріп, өзінің болашағын ертерек ойлағаннан кейін, мен болашақта осы елде тұрам ғой. Осы елде жүрем ғой. Сондықтан маған бұл ұлттың тілі керек екен деген құштарлықпен келіп отыр. Ал келесі кейіпкеріміздің қазақ ұлтына деген қызығушылығын оятқан біздің асыл домбырамыз екен. Бір көште келе жатып, кішкентай қыздың домбыра ұстап отырғанын көріп, ол да әуес болған, ол әуестік ақыры неге ұласқанын біз экраннан көрейік. Ольга Сағындықова, зейнеткер, музыка пәнінің мұғалімі. Мақтанышы да сол көптеген музыкалық байқаулардың жеңімпазы атанған шәкірттері. Ольга балаларға домбыра тартуды ғана емес, шығармалар, композиторлар туралы әңгімелейді. Музыка теориясын үйретеді. Ольга жолдасы Маратпен бірге отбасылық мерекелерде жиі өнер көрсетеді. Дәстүрлі өнерді дәріптеп жүрген жұптың перзенттері де домбыра аспабында ойнаудың әдіс тәсілін жақсы меңгерген. Домбыра қызығушылығым бала кезінен бастады. Біз Ресейден Қазақстанға көшіп келгенде мектепте бізде домбыра үйірмесі болған. Сонда өз, яғни сыныптастарыма, достарыма, құрбыларыма қарап, қолыма домбыраны алдым. Бүгінгі таңда өмір бойы жиналған тәжірибе кішкентай балаларға тәлім тәрбие беріп жатырмын. Ал бәрекелді перзентің біз кең дала деген тағы да бір қазақтың ұлттық үні, қасиеті домбыраны дәріптеп жүрген Ольга Сағындықова ханымды ортаға шақырайық. Келіңіз. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Төрлетіңіз. Қандай керемет. Қолда қоңыр домбыра, күмбірлеген. Енді бүкіл сюжеттің өне бойында сіз туралы мәлімет айтылып болды. Неше жасыңызда көшіп келдіңіз? 10 жаста болғам. Сол 10 жаста домбыраға деген қызығушылықтың аяғы осыған алып келді, е? Әрине, балалық шағым үлкен мамандыққа айналды. Қазір не тіршілікпен айналысып жатырсыз? Қайдасыз? Не істейсіз?
Өмір бойы консерватория аяқтап, әскери оркестрінде қызмет еттім. Бәрекелді. Әскери оркестрде домбырада отырдыңыз ба? Иә, бізде шағын ансамбль болған. Бірінші Қорғаныс министрлігі орталық ән және би ансамбльде 4 жылда істеп, одан кейін шығысқа көштік. Сонда Шығыс өңірлік қолбасшылығы әскери оркестрінде қызмет етіп, зейнетке шығып, одан кейін Алматыға қоныс аудардық. Қазір Алматыдамыз. Осы Алматыға қоныс аударған соң, номер 2 оқушылар үйінде, дәстүрлі домбыра үйірмесінде қосымша білім ұстазы болып жұмыс істеп жатырмыз. Отбасыңыз бар ғой, иә? Бала-шаға, жарыңыз, жолдасыңыз? Құдай деп. Құдай деген тіліңізден айналдық. Шәкірттер келген екен, бір өнерін тамашалайтын кез келген шығар. Қоңыр домбырағының үніне кезек берелік. Қошемет. Рахмет, құрметті Ольга ханым. Енді қазақтың домбырасын ұстағаннан кейін қазақтың бір үлкен қасиетін бойыңызға дарытты деп сенеміз. Жалпы өзіңізді қазақпын деп есептейсіз бе? Мен қазақтың келінімін. Ай, бәрекелді. Мен қазақтың келінімін. Көп балалы анамын. Бәрекелді. Өмірлі шүбірлі болыңыз. Амин. Қазақтың келіндері үлгілі, өнегөлі, сіз секілді бола берсін. Мына шәкірттеріңіз үлкен сахнаны бағындырған, атағы жер жарған ұлы музыканттар болып шығуын нәсіп етсін. Зор рахмет сізге. Құрметті қонақтар, мінекей, қандай керемет кейіпкерлер отыр. Ең бірінші мынау Ольга қызымыздан бастайын деп отырмын. Сіздің енді осында еңбегіңіз жанып, осындай басқа ұлт өкілі болса да, осындай қазақтың кішкентай нәрестелерін, қазақтың қасиетті домбырасына үйреткеніңіз еңбегіңіз жана берсін. Сіз қай жерде 2-ші мектеп дедіңіз ба? Номер 2 оқушылар үйі. Мен немеремді сізге алып келем. Ай, бәрекелді. Ал енді мынау Нұрсұлтан бауырым айтайын деп отырғаным, қарағым саған жолың мына ашылды дей бер. Сен анша-мұнша әкең немесе менен аталып отырған жоқсың. Қазақтың үлкен бір шаңырағының бірі ассамблеядан келіп отырған Расул баламыздан үлкен саған ат мінгізіп отыр. Сенің келешегіңді ойлап, сенің келешегіңе сеніп, атақты көкпаршы болу үшін. Мен ойымша, бауырым, мен сол берілетін аттың, әр аттың өзінің лақабаты бар. Мен аттың лақабатын ассамблея деп қойсам, дұрыс болады деп ойлаймын. Ассамблеяның мініп деп, қандай жақсы. Ал енді қызым Қасиет, саған рахмет, Алла разы болсын. Өзіңе сай,
болашағыңды ойлайтын жарды бол. Ай, бәрекелді. Ал, Әмір, көп рахмет. Ольга ханымға үлкен алғыс білдіреміз. Жасаған еңбегіңіздің жемісін жей беріңіз. Құдай қаласа біздің де болашақта ұрпақтарымыз мынау сіздің шәкірттеріңізден білім алатын, сіздің атыңызды өшірмейтін бір жақсы шәкірттердің қатарынан болсын. Арианаға көп рахмет. Ұлтымыздың, қазақ елінің бәрінің қазақша сөйлегенін қалайды екен. Алла қаласа отан отбасынан басталайды дейді ғой. Құдай қаласа отбасыңның да қазақша сөйлегеніне бір қадағалаулар жасап қой. Жиенге де Дербес ағамыздан артық тілек айта алмаймыз. Бұл кісі енді көкпардың қыр-сырын бізден жақсы білетін кісі. Алдағы уақытта осы ұлт спортына қосқан үлкен үлестерін ел болып, жұрт болып тамашалаймыз деген үміттеміз. Бәрекелді. Рахмет. Осы бүгін келіп отқан қонақтарымыздың барлығы жаңа айтып өткендей идеологияға үлкен үлес қосып жатқан азаматтар. Сондықтан айтарым, біз өзіміздің ата-бабамыз қалдырып кеткен мәдени мұра жеткілікті, осы нәрсені жіті зерттеп дұрыс дамыта берсек, біз әрі қарай жақсы дамитын боламыз. Біріншіден, меніңше бір еліктеуді қою керек. Яғни өзіміздің жаңа айтып кеткенде ата-бабамыздың қалдырып кеткен мұрасы жеткілікті, дәстүріміз мықты екенін көрсетеміз осындай нәрселермен. Бәрекелді. Дұрыс. Расулжан. Енді әрине осындай дүниені көріп қуанып отырмыз. Үлкен рахмет, Алла разы болсын сіздерден. Шын мәнінде осы біздің азаматтарымызға да, шетелден келгендерге де керемет бір үлгі. Енді сіздерге тілегенім осы ары қарай дамый беріңіздер. Біздің қазақ айтады ғой, елге, мемлекетіңе, халқыңа қызмет ету ол білімнен емес мінезден деп. Сондай керемет осындай нелерді көріп отырмыз азаматтарымызды. Еліміз аман болсын, Қазақстанымыз гүлдене берсін. Рахмет үлкен. Бәрекелді. Рахмет. Қазақтың пейілін көргіңіз келсе, кең даласына көз салыңыз. Арманын көргіңіз келсе, асқар тауларына көз салыңыз. Көңілінің тазалығын сезінгіңіз келсе, өзен көлдерін көріңіз. Үмітін көргіңіз келсе, елдің жастарына қараңыз. Ел аман, жұрт тыныш болсын ағайын. Жәннаты жетісу туған жерім тамаша. Туған жерім тамаша. Асқақтаған қазақтың ауығандай, сылдырлаған бұлағы бауығандай, таудың суын тамсанып жұтқан адам жан дертінен сауығып шашайын, сағындырған сарырға барсам саған ай сайын, барсам саған ай сайын. Қасиетті Қаратау, асыл текті Алатау, жер жәннаты жетісу туған жерім тамаша. Туған жерім тамаша.
жер жәннаты жетісу туған жерім тамаша.